5-ші апта Шыңғысхан мемлекетінің құрылуы. Шыңғысхан мемлекетінің құрылуы көшбасшысы, негізін қалаушы ол бізде Шыңғысхан, шын аты Темуджин. Монғолия мемлекетінің құрылушысы Шыңғысхан Темуджин болған. Оның әкесі Есугей, анасы Елеуін, жұбайы Бөрте болған. Оның ұлдары Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле болған. Өзінің әскери қабілетінің арқасында жарты әлемді ащы алақанда жұмса жұдырығында ұстаған. Ол туғанда қолына ұйыған қан болғандықтан оны әкесі, шешесі сол әлемді жаулайтын қолбасшы ретінде жорамалдаған. Ол 1183-1204 жылдары билік үшін күресте өзінің жаулары Меркіт, Көсемі Тоқтаның бастап Найманның тайпасының басшысы Таян ханға дейін және де Керей басшысының бәрін кең байтақ жерді басып алып, өзі бір мемлекет құрады. Және де ол көптеген мемлекеттер жаулайды, Қытайды жаулайды. Ең ұлы жорықтардың бірі ол бізде Отырар апаты деген не бар, соғыс. Ең сондай қалсам болды. Сондай күрделі соғыстардың бірі. Шыңғысхан Отырарға елші жібереді. Ал оны Отырардың ханы Қайырхан, сендер Шыңғысханның немесі тыншысыңдар деп, оларды өлтіріп тастайды. Ал бұған наразы болған Шыңғысхан екінші Мұхаммедке айтқан, менің Қайырханды бер, ол менің елшілерімді өлтіріп тастады деп. Сосын Қайырхан бұдан бас тартады. Сондықтан Шыңғысхан бұл соғысқа көп ойланады, ұйықтай алмайды. Сондай мәліметтер бар. Және де сонымен соғыс басталады. Мен Шыңғысхан Отырарға деген соғысты бастайды. Өзі Бұхарамен соғысады. Төле, өзі кіші ұлы Төлемен. Жошы Сырдарияның төменгі жоғарғы ағысы, ал үшінші бөлік төменгі ағысын алады. Ал Үгедей болса сол Отырарға барып шабуыл жасайды. Бұл кезде Жебе-Ноян мен Сүбедей нояндар солтүстік Иранды басып өтіп 1220 жылы Кавказға кірді. Осылайша соғыс басталады. 6 ай бойы Отырар берілмейді. Хорезм-Шахы жіберген қолбасшы, әскерінің қолбасшысы сол 6 ай бойы берілмеген Шыңғысханның Отырардың есігін ашып еді. Осылайша Үгедей Отырарды басып алады. Бұл кезде Шыңғысхан Бұхараға дейінгі жетуге орта жолда сол екеуі бірігеді. Сонымен Бұхараға соғыс жасайды. Осылайша үлкен жеңіспен қайтып оралады. Бұл жерде тағы айтатын нәрсе, монғолдар кең далада соғысуға өте шебер болғандықтан, отырарлықтар және Хорезм-Шахын бұны білгендіктен, олар әр жерге, әр қамалмен соғысқан. Осылайша тиімдірек жеңеміз деген мақсатпен соғысады. Ал егер жазықта кең далада соғысатын болса, монғолдар дес бермейтін білгендіктен, олар сарайдан шықпай, қамалдан шықпай, сол қамалдың ішінде соғысатын болған.